Отбасыңызда 30 күнде қаржы мәдениетін қалыптастыру жоспарын бірге талқылап көрейік. Сәлем достар, бүгін біз сіздің отбасыңызға тек 30 күнде қаржы мәдениетін қалай қалыптастыруға болатынын қарастырамыз. Ғылыми зерттеулер мен нақты цифралар негізінде 5 негізгі нақты өзгерісті ұсынамын. 30 күн 5 нақты өзгеріс. 30 күн ішінде отбасы қаржылық мәдениетін өзгерте алады. Бұл үшін 5 нақты қадам бар. Бірінші, әрине, ол бюджетті жасау. Екінші, шығындарды бақылау. Үшінші, жинақтау әдетін енгізу. Төртінші, әрине, қаржы тақырыбында ашық сөйлесу. Бесінші, инвестиция және болашаққа жоспарлау. Бірінші қадамды ашық айтып кетейін. Бюджет жасау. Бюджет жасау қаржы мәдениетінің негізі. Зерттеулерге сәйкес бюджет құра алатын отбасылардың қаржылық тұрақтылығы 40%-ға жоғары. Мысалы, ай сайынғы кіріс пен шығындарды бөліп, қажетті және артық шығындарды анықтау қажет. Екінші қадам, шығындарды бақылау. Бізде Қазақстанда бұл ең бір өзекті мәселе болып тұр. Шығындарды бақылау, бұл артық шығындарды азайту. Статистикаға сүйенетін болса, Қазақстанда орташа отбасы кірісінің 30%-нан артығын шығынға кетіреді екен. Әр күндік немесе апта сайынғы бақылау қаржыны тиімді пайдалануға келеді. Яғни сіздің кірісіңізден шығыныңыз көп болып кетпеу керек, соны қадағалау қажет. Үшінші қадам, жинақтау әдетін енгізу. Жинақтау қаржылық тұрақтылықтың кепілі. 30 күн ішінде ай сайынғы кірістің 10-20%-ын жинаққа бөлу тиімді. Мысалы, ай сайынғы 100 мың теңгенің 15 мың теңгесін жинақтауға салатын болсаңыз, жыл соңында сіздің қорыңызда 180 мың теңге ақша жинақталатын болады. Әрине, төртінші қадам қаржы тақырыбында ашық сөйлесу. Балалар мен ата-аналар арасында қаржы тақырыбын ашық талқылау қаржылық білімнің өсуіне әкеледі. Гарвард зерттеуі қаржы туралы ашық сөйлесетін отбасыларда балалардың қаржылық сауаттылығы 25%-ға жоғары екен. Мысалы, аптасына 15-20 минут ақша тақырыбында міндетті түрде балаларыңызбен пікір алмасыңыздар. Әрине, бесінші қадам ол инвестиция және болашаққа жоспарлау. Болашаққа жоспарлау қаржы мәдениетінің маңызды бөлігі. Мысалы, инвестициялық жинақ шоттарын ашу, жыл соңына дейін 3 айлық жинақты қосу, балаларға қарапайым инвестицияны түсіндіру. Зерттеуге сүйенетін болсақ, инвестицияны үйренген балалар ересек өмірде активтерін 20-30%-ға тиімді басқара алады екен. Қорытындылай келе, достар, 30 күнде отбасы қаржы мәдениетін өзгерте алады. Тек 5 қадамды орындау жеткілікті. Бірінші, бюджетті жасау. Екінші, шығындарды бақылау. Үшінші, жинақтау. Төртінші, ашық қаржымен сөйлесу. Бесінші, әрине, инвестиция және болашаққа жоспарлау. Күнделікті 15-30 минутта осы әрекеттерді қоссаңыз, отбасы қаржылық тұрғыдан тұрақты, білімді және болашаққа дайын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қолдап, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын.